Сәлем достар. Бұл адам және организм арнасы. Бүгін күнделікті өмірде бәрімізге қатысты маңызды сұраққа жауап іздейміз. Күнге шығу пайдалы ма, әлде зиян ба? Бір жағынан күн сәулесі витамин D-ның негізгі көзі, екінші жағынан теріге зиян тигізуі мүмкін. Сонымен күннен қорғану керек пе, әлде пайдасын көру үшін жиі шығу керек пе? Бүгін бәрін нақты және ғылыми тұрғыда талдаймыз. Видео соңына дейін бірге болыңыз. Достар, біз қазақ тілді аудиторияға өз үлесімізді қосып жатырмыз. Каналға тіркеліп лайк басып жақындарыңызбен бөлісе жүріңіз. Тіркелсеңіз бастайық. Бүгінгі видеода күннің ағзаға қандай пайдасы бар? Витамин D қалай түзіледі? Күннен зиян қандай және оны қалай болдырмауға болады? Күннен қорғайтын SPF кремдер шын мәнінде әсер ете ме? Барлығын тереңірек түсіндіреміз. Бірінші, күннің пайдасы витамин D және көңіл-күй. Адам баласы табиғаттың бір бөлшегі. Күн біздің өміріміздің, биоритміміздің, көңіл-күйіміздің, тіпті иммунитетіміздің де басты реттеушісі. Ең бірінші, күн сәулесі арқылы ағзада витамин D түзіледі. Бұл процесс теріде орын алады. Ультракүлгін UVB сәулесі теріге түскен кезде холестеринге ұқсас зат витамин D3-ке айналады. Кейін бұл бауыр мен бүйрек арқылы өңделіп, белсенді витаминді болып шығады. Бұл витаминнің рөлі өте маңызды. Сүйек пен тістің мықты болуы, кальций мен фосфор алмасуын реттеу, иммунитетті күшейту. Кейбір зерттеулерге сенсек, депрессия мен шаршауды азайтуға да көмектеседі. Мысалы, қыста немесе күн аз түсетін аймақтарда тұратын адамдарда витамин D жетіспеушілігі жиі байқалады. Бұл иммунитеттің төмендеуі, сүйек әлсіздігі, созылмалы шаршау сияқты белгілерге әкеледі. Ендеше күн тек жарық көзі ғана емес, денсаулығымыздың қуаты екені анық. Екінші бөлім. Күннің зияны теріге қауіптер. Дегенмен күн пайдалы деп күн астында ұзақ жүру дұрыс шешім емес. Өйткені күннің зияны да жетіп артылады. Күн сәулесінде екі түрдегі ультракүлгін толқын болады. UVA және UVB. UVA теріге тереңеніп, қартаю процесін жеделдетеді, әжім, дақтар пайда болады. UVB беткі қабатты зақымдап, күн күйігін тудырады. Тым көп күнге шығудың қауіпті салдары. Тері қартаюы. Күн сәулесі терідегі коллаген мен эластинді бұзады. Бұл терінің салбырауы, әжімдердің ерте пайда болуы. Пигмент дақтармен түсінің өзгеруі. Теріде қоңыр дақтар, тіпті біркелкі емес түстер байқалады. Бұл әсіресе бет пен қолға тән. Күйік. Тері қызарып, ауырсып, кейде су толы көпіршіктер пайда болуы мүмкін. Ауыр күйік ұзақ уақыт жазылады және теріде із қалуы мүмкін. Тері қатерлі ісігі, меланома. Бұл ең қауіптісі. Қайталана берген УК сәулелерді еңқы құрылымын бұзып, жасушалардың бақылаусыз өсуіне жол ашады. Қысқасы, күн пайдалы, бірақ шамадан тыс болса, зиян. Үшінші бөлім, күннен қорғану жолдары. Жақсы жаңалық, күннен қорғануға болады. Оны толықтай шектемей, дұрыс уақыт пен әдіс таңдасақ жеткілікті. Бірінші, SPF кремдер. SPF күннен қорғайтын кремнің қаншалықты тиімді екенін көрсететін өлшем. Мысалы, SPF 15 УК сәулелердің 93%, SPF 30%, SPF 50% бөгейді. Кремді қалай дұрыс қолдану керек? Күнге шығардан 20-30 минут бұрын жағыңыз. Әр 2 сағат сайын қайталап жағу керек. Суға түскеннен кейін міндетті түрде қайта жағу қажет. Екінші, киім мен жабындар. Кең жиекті қалпақ, күннен қорғайтын көзілдірік. Ақ түсті, жеңіл, тығыз тоқылған киім күн сәулесін жақсы бөгейді. Үшінші, күннің қауіпті уақытынан аулақ болу. Түскі 11:00 мен 16:00 аралығы УК сәулелер ең күшті болатын кезең. Бұл уақытта көлеңкеде жүрген дұрыс, немесе үйде болыңыз. Төртінші, балалар мен қарттарды ерекше қорғау. Балалардың терісі нәзік, күйік тез пайда болады. Қарт адамдарда тері жұқа болады, қауіп көбірек. Қорытынды. Сонымен бүгінгі маңызды ойлар.
Күн витаминді көзі, көңіл-күй мен иммунитетке оң әсер етеді. Бірақ артық күн сәулесі теріні күйдіреді, қартайтады, тіпті қатерлі ісікке әкелуі мүмкін. Дұрыс қорғаныс, SPF кремдер, киім, көлеңке, дұрыс уақытты таңдау. Ең бастысы, балансты сақтау. Күннен қашпаймыз, бірақ ақылмен қолданамыз. Егер осы ақпарат сізге пайдалы болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода біз ағзаның қорғаныш қабілеті, пайдалы тағамдар және өмір салты туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Бұл адам және организм. Келесі кездескенше денсаулығыңызды күтіңіз.